Қош келдіңіздер достар. Мұнда сіздерді ең шынайы өмір әңгімелері күтеді. Осылайша менің ішімдегі бұрынғы аман өлді. Мейірімді, кешірімді, үмітке толы әке сол көліктің жанында шаңның арасында қалып қойды. Орнынан тұрған адам мүлде басқа еді. Ол өз жерін, өз қадірін қорғауға бекінген, жүрегіне мұз қатқан қарт қасқыр болатын. Мен үйге кірдім. Бетімді мұздай сумен жудым. Айнаға қарадым. Айнадан маған таныс емес, көздері түпсіз терең, қатал адам қарап тұрды. Мен өзіме өзім уәде бердім. Мен бұл істі аяқсыз қалдырмаймын. Олар байлықты қалайды ма? Олар оны алады. Бірақ ол байлы олардың тамағына тас болып тұратын болады. Мен ас үйге барып, шайнекті отқа қойдым. Әдеттегідей, ештеңе болмағандай қимылдадым. Дастарханды дайындадым. Бауырсақ, қаймақ, сары май қойдым. Бұл тағамдардың иісі кезінде менің үйімнің берекесін білдіретін. Ал қазір бұл иістер маған тек жалғандықты еске салды. Біраздан соң бөлмеден Аружан мен Азамат шықты. Олардың жүздерінде жасанды күлкі. Көздерінде жасырын қуаныш. Менің аман есен тұрғанымды, шай құйып жатқанымды көріп, бір-біріне қарап жымиып қойды. Олар менің бүгін жолға шығатынымды білетін. Қайырлы таң, әке, деді Аружан даусын жұмсартып. Ол келіп менің бетімнен сүйді. Сол кездегі оның ернінің суықтығы менің сүйегіме дейін жетті. Оның демінен сатқындықтың иісі шығып тұрғандай сезілді. Мен өзімді зорға ұстап күлімсіреп жауап бердім. Қайырлы таң, балаларым. Төрлетіңдер, шай ішейік. Біз дастархан басына отырдық. Мен олардың әрбір қимылын, әрбір сөзін бақыладым. Олардың шайды қалай ішіп жатқаны, нанды қалай үзіп жатқаны бәрі маған жиіркенішті көрінді. Бірақ мен сыр бермедім. Мен олардың өз қазған орларына өздері түскенін күтуін керек еді. Шай үстінде мен сөз бастадым. Менің даусым байсалды, сенімді шықты. Балаларым, дедім мен шын аяқты үстелге қойып. Мен бүгін түнде көп ойландым. Мен қартайдым. Бұл үлкен шаруашылықты, осыншама жерді жалғыз өзім алып жүру маған ауыр тиіп жүр. Азаматтың көздері жайнап кетті. Ол қолындағы нанын дастарханға қоя салып, маған тесіле қарады. Аружан да демін ішіне тартып тыңдай қалды. Мен шешім қабылдадым деп жалғастырдым мен. Ертеңнен қалаға барамын. Нотариусқа кіріп, өзімнің мүлкімнің үлкен бөлігін, қаладағы пәтерді және банктегі есеп шотымды сендердің аттарыңа аударамын. Сендер жасыңдар. Бұл дүние сендерге көбірек керек. Ал мен осы ауылда өз қара шаңырағымда тыныш өмір сүргім келеді. Бұл сөздер олар үшін ашық аспаннан түскен алтынмен тең болды. Азамат қуанышын жасыра алмай үстелді бір ұрып қалды. Әке, бұл қандай керемет шешім, деді ол өтірік қуанып. Біз сіздің сеніміңізді ақтаймыз. Біз сізді ешқашан тастамаймыз. Аружан болса көзіне жас алғандай сыңай танытты. Ол менің қолымнан ұстап, рахмет, әкетайым. Біз сізді қатты жақсы көреміз, деді. Мен оның қолын ақырын ғана тартып алдым. Жақсы, дедім мен жымиып. Ендеше келістік. Ертең таңертең ерте жолға шығамыз. Оған дейін демалыңдар. Олар ас үйден шығып бара жатқанда мен олардың артынан қарап қалдым. Олардың қуанышты күлкілері бір-бірін құшақтап жатқаны менің ішімді өртеп бара жатты. Олар ертең қалаға барамыз, құжаттарға қол қоямыз деп ойлады. Олар менің ертеңді сапарымда көліктің тежегіші істемей,
жарға құлайтынымды, сөйтіп бүкіл байлық оларға бірден қалатынын іштерінен жоспарлап қойған еді. Олар мені өлімге қиып тұрып, менің берген дүниемді алғылары келді. Мен далаға шықтым. Күн көтеріліп қалған екен. Даланың таза ауасын терең жұттым. Маған дәл қазір ауа жетпей тұрған еді. Мен сарайдың артына өтіп төрені шақырдым. Төре тез жетіп келді. Оның жанарында әлі де үрей бар еді. Аға, не болды? Тексердіңіз бе? Деп сұрады ол бәсең дауыспен. Мен үнсіз басымды изедім. Төренің көзінен жас парлап қоя берді. Ол мені құшақтап кемсеңдеп жылады. Құдайым-ай, қандай сұмдық. Бұл қалай болғаны? Енді не істейміз? Аман аға. Полиция шақырайық. Оларды қаматып тастайық. Мен оны өзімнен ары итердім. Менің даусым суық әрі кесіп айтқандай шықты. Жоқ, полиция болмайды. Әзірге ешкімге ештеңе айтпайсың. Бірақ, аға, олар сізді өлтірмекші ғой. Мен білемін дедім мен оның көзіне тіке қарап. Сондықтан маған сенің көмегің керек. Мені мұқият тыңда, төре, еш нәрсені қатестеуге құқығымыз жоқ. Мен оған өз жоспарымды түсіндірдім. Қазір ешкімге білдіртпей, құрал саймандарыңды ал да менің көлігімнің астына кір. Олар қиып тастаған тежегіштің сымын қайта жалға. Бірақ толық емес. Төренің көздері шарасынан шыға жаздады. Ол түсінбей қарап тұрды. Қалайша толық емес. Тежегіш жұмыс істеуі керек, бірақ өте әлсіз. Ол қатты жылдамдықта ұстамай қалуы тиіс. Көлік толықтай тоқтамау керек, тек жылдамдығын сәл бәсеңдету үшін ғана жаса. Адам өлетіндей емес, бірақ қатты соғылатындай етіп ретте. Сен мұны істей аласың, мен білемін. Аға, бұл өте қауіпті ғой. Өзіңіз сол көлікпен жүрмекшісіз бе? Мен жүрмеймін дедім мен қатал үнмен. Ертең ол көліктің рөліне басқа адам отырады. Төре бәрін түсінді. Оның жүзімен қорқыныш пен таңданыс қатар көрінді. Бірақ ол ештеңе айтқан жоқ. Менің бұйрығым орындалуы тиіс екенін ол жақсы білетін. Құт болады. Аман аға. Бәрін айтқаныңыздай жасаймын. Олар өз жазаларын алуы керек. Ол құралдарын алуға кетті. Мен ауладағы үлкен қарағаштың көлеңкесіне келіп отырдым. Менің қолым дірілдеген жоқ. Жүрегімде тыныш еді. Мен тек әділдіктің орнайтын сәтін күтіп отырдым. Кеш батты. Бұл түн мен үшін өте ұзақ болды. Мен өз бөлмемде үнсіз отырдым. Көз алдымнан Аружанның бала күні өтіп жатты. Оның алғашқы қадамдары. Оның маған әке деп күле қарағаны. Ол кезде оның жанары тап-таза, мөп-мөлдір еді ғой. Қай кезде, қай сәтте мен оның жанына кірген қараңғылықты байқамай қалдым. Қай кезде ол байлықты әкесінен артық көретіндей қатыгездікке жетті. Сіздер қалай ойлайсыздар? Баланың қатыгез болып өсуіне кім кінәлі? Ата-ананың тәрбиесі ме, әлде қоршаған орта ма? Пікірге жазыңыз. Мен осы сұрақтардың жауабын іздедім. Бірақ тападым. Менің түсінгенім тек бір ғана шындық. Мен ертең өз баламды өз қолыммен жазалаймын. Бұл әке үшін ең ауыр үкім. Бірақ бұдан басқа жол жоқ еді. Ертеңгі күн бәрін шешеді. Ертең олар өздерінің шынайы бет бейнелерімен бетпе-бет келеді. Олар оңай келген байлықтың дәмін татамыз деп ойлады. Бірақ олар сол байлықтың өтеуі қандай болатынын әлі білген жоқ. Мен таңның атуын күттім. Бұл таң қазақ даласындағы ең салқын,
ең қатал таң болатынын мен ішімнен сездім. Мен сол түні көз ілмедім. Төсегімде шалқасынан жатып төбені сүзе қараумен болдым. Бөлменің іші тастай қараңғы. Тек терезенің саңылауынан түскен айдың сәулесі қабырғадағы ескі сағаттың тілін жарықтандырыпты. Тик-так, тик-так. Бұл сағаттың үні маған менің өмірімнің соңғы сағаттарын санап тұрғандай сезілетін. Олар үшін солай еді. Олар менің осы түннен аман шықпауымды, ертеңгі сапардан қайтпауымды тілеп жатты. Өз шаңырағымның астында. Өз қанымнан жаралған балам. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен олардың соққы алатын сәтін күттім. Кенет көз алдыма Мәдина елестеді. Менің марқұм әйелім. Оның күлкісі, оның дауысы құлағыма келгендей болды. Ол Аружанды дүниеге әкелген түні далада қатты боран соғып тұрған еді. Мен емхананың дәлізінде тағатым таусылып, әрлі-берлі сенделіп жүргем. Дәрігер шығып, қызды болдыңыз дегенде, менің қуанышымда шек болмады. Мен сол кезде бұл кішкентай қыз менің өмірімнің мәні, менің жалғасым болады деп сендім. Мен оның табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсін деп тіледім. Ал қазір сол тікен менің жүрегіме қадалды. Өз қызымның қолымен қадалды. Мәдина, деп сыбырлады мен қараңғылыққа. Сен мұны көрмегеніне шүкір етемін. Сенің жүрегің бұған шыдамас еді. Таңсыз беріп ата бастады. Даланың салқын ауасы терезеден ішке кірді. Жусанның иісі. Мен бұл иісті бүкіл ғұмырым бойы жұтып келемін. Бұл менің жерімнің, менің еңбегімнің иісі. Бұл байлық маған аспаннан түскен жоқ. Әрбір шақырыма, әрбір малы менің маңдай теріммен, жастық шағыммен келді. Ал олар бұған бір түннің ішінде ие болғысы келеді. Мен төсектен тұрдым. Бойымда ешқандай қорқынышта, аяушылықта қалмаған еді. Тек мұздай салқын ақыл мен кесімді шешім. Киіндім, қою шай қайнаттым. Ас үйдің іші буа толды. Даладан ит үрген дауыс естілді. Мен терезеден қарадым. Төре аулада жүр екен. Ол маған қарап, басын сәл ғана изеді. Бәрі дайын дегені. Мен де басымды изедім. Біздің арамыздағы үнсіз ұғынысу осылай болды. Сөздің қажеті жоқ еді. Бөлмеден Азамат пен Аружан шықты. Олардың киімдері жинаулы, жүздерінде бір түрлі асығыстық бар. Азаматтың көздері ойнақтап, бір орында тұра алмай жатыр. Ол байлықтың иісін сезіп қойған жыртқыштай еді. Әке, сіз дайынсыз ба? Деп сұрады Аружан, оның даусы дірілдеп шықты. Тобалжып тұр. Мен оның жүзіне тура қарадым. Дайынмын, балам. Дайынмын дедім мен жайбарақат. Тек шай ішіп алайық. Жол алыс. Біз үстел басына отырдық. Мен олардың тамақ ішіп отырғанын бақыладым. Азамат нанды үлкен-үлкен етіп тістеп, шайды сораптап ішіп жатыр. Оның ойында тек қана қалаға жету, заңгерге кіру. Ол менің көлігімнің тежегіші жоқ екенін, менің сол көлікпен таулы жолдан өтетінімді біледі. Біле тұра, алдымда күліп отыр. Менің ішімнен бір ашудың оты лап ете қалды. Бірақ мен оны сыртқа шығармадым. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен олардың соққы алатын сәтін күттім. Азамат деді мен кенеттен. Ол селк ете қалды. Көліктің кілті үстелдің үстінде жатыр. Сен барып көлікті оталдырып қозғалтқышты қыздыра берші. Мен қазір шығамын. Азамат маған бір түрлі күдікпен қарады. Бірақ менің жүзімнен еш нәрсе байқай алмады.
Жақсы әке. Қазір деді ол орнынан тұрып. Ол кілтті алды да далаға шығып кетті. Аружан екеуміз оңаша қалды. Бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Мен оның көзіне қарадым. Ол жанарын төмен қаратты. Оның ішінде бір кішкентай ғана ұят қалды ма екен деп үміттендім. Бірақ жоқ. Ол тек тезірек осының бәрі біткенін қалап отырғандай көрінді. Аружан дедім мен оның атын атап. Даусым жұмсақ, бірақ салмақты еді. Сен білесің бе, сенің анам осы үйде, осы үстелдің басында қаншама рет сенің болашағыңды армандап отырушы еді. Біз сені еш нәрседен мұқтаж қылмай өсірдік. Сенің бақытты болуың үшін бәрін бердік. Ол басын көтеріп, маған қарады. Көздерінде жас шалтырады. Бірақ бұл өкініштің жас емес, жүйкесінің жұқарғаннан шыққан жас еді. Мен білемін, әке. Рахмет сізге, деді ол зорға тілі қатып. Оның сөздері соншалықты жасанды, соншалықты бос еді. Мен ішімнен күрсіндім. Менің қызым шынымен де жоғалған екен. Ол енді менің қаным емес, ол ақшаның, ашкөздіктің қолына айналған екен. Мен орнымнан тұрдым. Қамшымды қолыма алдым. Бұл қамшы менің атамнан қалған мұра еді. Мен оны әрқашан жаныма ұстайтынмын. Далаға шықтық. Күн көтеріліп қалған. Даланың ақ шаңы ауада көтеріліп, мұрынды қытықтайды. Көлік ауланың ортасында тұр. Қозғалтқышы гүрілдеп, түтін шығарып тұр. Азамат рөлде отыр. Ол терезені ашып, маған қарап күлімсіреді. Әке, көлік дайын. Отырыңыз, деп айғайлады ол. Оның даусынан жеңімпаздың ноталары естілді. Ол өзім бүкіл осы дүниенің қожайыны сезініп тұрғандай. Мен көлікке жақындадым. Бірақ есікті ашпадым. Мен Азаматтың көзіне тіке қарадым. Менің жанарымдағы мұзды ол сол кезде ғана байқағандай болды. Оның күлкісі ерінде қатып қалды. Азамат, дедім мен анық әрі қатты дауыспен. Менің ішім бір түрлі қонсып тұр. Кәрлік шығар. Сен өзің жассың ғой. Көліктің рөліне өзің отыр. Жолды тексеріп келші. Таудың бөктеріне дейін барып қайт. Мен сені осында күтемін. Егер бәрі дұрыс болса, сосын бірге шығамыз. Азаматтың жүзі қуарып кетті. Ол не дерін білмей кекештеніп қалды. Қалайша, әке? Біз бірге баруымыз керек емес пе? Уақыт өтіп жатыр ғой. Жоқ, менің айтқаным орындалсын, дедім мен қатал үнмен. Бұл өтініш емес, бұйрық еді. Менің даусымдағы күш оны орнына шегелеп тастағандай болды. Ол менің сөзіме қарсы келе алмайтынын түсінді. Егер ол бастатса, күдік тудыратынын ол жақсы білді. Ол Аружанға жалтақтай қарады. Аружанды түсінбей қобалжып тұр еді. Бар, Азамат, жолды тексеріп қайт, дедім мен қайталап. Мен оның көзінен үрейді көрдім. Ол тежегіштің кесілгенін өзі біледі. Ол өзінің өлімге бара жатқанын сезді. Бірақ ол менің бәрін білетінімді әлі түсінген жоқ еді. Ол тек бұл кездейсоқтық деп ойлады. Ол өзі қазған орға өзі түсіп бара жатқанын енді ғана ұға бастады. Құрметті көрермендер, сіздер қай қаладан, қай ауылдан көріп отырсыздар? Біздің еліміздің қай түкпіріненсіздер? Төменге пікірге жаза кетіңіздерші. Мен әрқайсыңыздың пікірлеріңізді оқимын. Осындай қиын тақырыптарды талқылап, шындықты іздегендеріңіз үшін, осы арнада менімен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс. Егер осы оқиға жүректеріңізге жетсе, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.
Бұл біздің қоғамдағы осындай сатқындықтардың алдын алуға, жастарға сабақ болуға, көбірек адамға шындықты жеткізуге көмектеседі. Азамат есікті жапты. Оның қолдары дірілдеп жатқанын мен әйнектен көріп тұрдым. Ол көлікті орнынан қозғады. Ауладан шығып, үлкен жолға түсті. Оның алдында ұзақ құлдилама тау жолы бар еді. Дәл сол жолда тежегіш керек болатын. Мен Аружанның қасына келіп тұрдым. Біз екеуміз көліктің шаңына қарап тұрдық. Әке, ол неге жалғыз кетті? Деп сұрады Аружан даусы дірілдеп. Ол бірдеңе сезгендей болды. Жай тексеру үшін дедім мен жайбарақат. Кейде өзің қазған шұңқырдың қаншалықты терең екенін өзің тексеріп көруің керек болады қызым. Ол маған жалт қарады. Оның көздерінде нағыз қорқыныш пайда болды. Менің сөзімнің астарын ол енді түсінгендей. Бірақ ол ештеңе айта алмады. Тамағына тас тұрып қалғандай үнсіз қалды. Біз күттік. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен олардың соққы алатын сәтін күттім. 10 минут өтті. 15 минут өтті. Далада тек желдің ызыңы ғана естіледі. Күн сәулесі тіке түсіп, желді қыздыра бастады. Менің жүрегім бір қалыпты соғып тұрды. Менде ешқандай өкініш болған жоқ. Мен тек әділдіктің жүзеге асқанын қаладым. Кенет тау жақтан бір гүрс еткен дыбыс естілді. Қатты соққының дауысы. Темірдің майысқан үні тау ішінде жаңғырып кетті. Аружанның аузынан жаны ұшырған айқай шықты. Ол екі қолымен бетін басып жерге отыра кетті. Азамат! Деп айғайлады ол. Оның даусындағы қорқыныш пен үрей бүкіл даланы жаңғыртты. Мен орнымнан қозғалмадым. Менің жүзімде ешқандай сезім көрінісі жоқ еді. Мен тек тау жаққа көз тігіп үнсіз тұра бердім. Бұл менің жауабым еді. Бұл менің үкімім еді. Олар мені ақымақ шал, ештеңе түсінбейді деп ойлады. Олар менің байлығымды қанмен алмақшы болды. Бірақ олар менің кім екенімді, бұл жердің нағыз иесі кім екенін ұмытты. Төре сарайдың артынан жүгіп шықты. Ол маған қарап, басын изеді. Бәрі біз жоспарлағандай болды. Тежегіш жұмыс істеді, бірақ толық емес. Ол өлген жоқ. Ол тек өзінің өліммен бетпе-бет келді. Ол сол бірнеше секундта менің не сезінгенімді, қандай қорқыныш пен сатқындықты бастан кешіргенімді өз терісімен сезінді. Мен Аружанға қарадым. Ол жерде жылап, топырақты уыстап жатыр еді. Тұр дедім мен қатал дауыспен. Жүр, біз оны барып көруіміз керек. Бұл сөздер оның құлағына найзағайдай тиді. Менің даусымда бұрынғы мейірімді әкенің ізі де қалмаған еді. Бұл төрешінің, жазалаушының дауысы болатын. Біз көліктің соңынан жаяу бет алдық. Жол бойында шаң көтеріліп жатты. Мен әрбір қадамымды нық басып келе жаттым. Менің ішімдегі бұрынғы Аман өлді. Ал мына Аман енді ешкімді аямайтын еді. Жол алыс емес еді, бірақ әрбір қадам маған ғасырға созылғандай сезілді. Менің жанымда келе жатқан қызым тоқтаусыз жылап, сүрініп құлап қайта тұрып келе жатты. Мен оған қолымды созбадым. Оны сүйемелдемедім. Оның бұл көз жасы маған арналған жоқ еді. Оның бұл қасіреті өзінің жоспарының күл талқан болғанына, қылмысының әшкере болғанына арналған болатын. Жолдың шаңы аяқ киімімнің бетіне қонып жатыр. Күннің нұры тіке түсіп төбеңнен қыздырып барады. Айналадағы табиғат, биік таулар мен кең дала біздің бұл қайғылы оқиғамызға үнсіз куәгер болып тұрды.
Бұл дала талай қатыгездікті, талай сатқындықты көрген. Бірақ өз баласының әкесіне қарсы шыққаны бұл қасиетті жер үшінде ауыр жүк болғандай. Мен ішімнен өзім сөйлесіп келемін. Сен дұрыс дедің бе, аман? Сен оларды өлімге итердің бе деп сұраймын өзіңнен. Жоқ, мен оларды өлімге итерген жоқпын. Мен тек олардың маған дайындаған өлімін өздеріне қайтарып бердім. Мен төреге тапсырма бергенде, тежегіштің белгілі бір деңгейде ұстап қалуын қатаң ескерткем. Менің мақсатым олардың қанын төгу емес, олардың көзін ашу, оларға сабақ беру еді. Бірақ бұл сабақтың құны өте ауыр болатынын мен де оларда түсінді. Аружан екеуміз бұрылыстан асқан кезде сайдың ішіне кіріп кеткен көлікті көрдік. Көліктің алдыңғы жағы үлкен тасқа соғылып, мыжылып қалған. Алдыңғы қақпақтан бу бұрқырап шығып жатыр. Көліктің есігі ашық тұр. Аружан жанұшыра айғайлап, сайға қарай жүгіре жөнелді. Мен асықпай, баппен төмен түстім. Көліктің жанында шөптің үстінде Азамат жатыр еді. Оның басынан қан ағып, үсті басы шаңмен топыраққа боялған. Ол тірі. Ол қатты соққы алған, бірақ есін жиып көзін ашып жатыр екен. Ол мені көргенде, оның көздерінен адам төзгісіз қорқыныш пен сұмдық үрейді байқадым. Ол бәрін түсінді. Ол менің бәрін әдейі істегенімді, оның қылмыстық жоспарын оған қарсы қару етіп қолданғанымды сол сәтте ұқты. Ол маған қарап, дірілдеген қолдарын созды. Оның аузынан сөз шықпады, тек қырылдаған дыбыс қана естілді. Мен оған жақындап келдім де төбесінен қарап тұрдым. Оның қорқынышқа толы көздері менің қатал жанарыма келіп тірелді. Бұл екі жанардың айқасында ауыр шындық жатыр еді. Мен оның көзінен тек жан тәсілім еткен үрейді ғана емес, өз кінәсін мойындаған дәрменсіздікті көрдім. Ол теріс қарап ыңырси берді. Оның тәні ауырып жатты. Бірақ оның жаны одан да бетер қиналып жатқанын мен анық сездім. Мен оны аямадым. Мен оған қол ұшын созбадым. Мен оның көз жасына сенбедім. Ол маған бірнеше сағат бұрын ғана өлім тілеген адам еді. Аружан оның үстіне құлап, киімінің шаңын қағып, еңіреп жылап жатты. Ол маған жалтақтай қарап көмек сұрады. Әке, не қарап тұрсыз? Көмектесіңізші. Тәртіп сақшыларын, дәрігерлерді шақырыңыз. Ол өліп барады ғой, деп шырылдады қызым. Мен аспанға қарадым. Күн тас төбемнен шаншып тұр. Ауа қатты ысып кеткен. Пип пен темірдің иісі қолқаны қабады. Мен қалтамнан ұялы телефонымды алдым. Мен асықпай, әрбір санды басып тұрып, заң орындарына қоңырау шалдым. Содан кейін ғана жедел жәрдемді шақырдым. Мен Азаматтың қасына жүріліп отырдым. Оның қанға боялған жүзіне үңілдім. Байлық бәрін бірден алғысы келетіндерге бұйырмайды. Азамат дедім мен байсалды, бәсең үнмен. Бұл сөзгер оның құлағына қорғасында құйылғанын білдім. Ол еңбек ете білетін және ар-ұжданын сақтай алатын адамдарға ғана қонады. Егер сіз осындай ауыр сатқындықты бастан өткерсеңіз, кек алар ма едіңіз, әлде бәрін заңға тапсырар ма едіңіз? Осындай жағдайға тап болған жастарға бұл оқиға сабақ болу үшін, осы бейнебаянды бөлісіп, арнамызға жазылыңыздар. Пікірге жазыңыз. Тәртіп сақшылары келді. Жедел жәрдем де жетті. Азаматты зембілге салып жатқанда ол маған бір ретте қарай алмады. Оның көзі жерде болды. Ал мен тергеушіге төренің маған әкеліп берген таспадағы жазбасын ұсындым. Түн ортасында менің өлімімді жоспарлаған екі адамның дауысы.
Бұл бұлтартпас дәлел еді. Азаматты бірден қамауға алды. Оның үстінен адам өлтіруге оқталу бабымен іс қозғалды. Оның ісі сотқа өтті. Ол өз жазасын алды. Ол темір тордың артына ұзақ жылдарға кетті. Ал қызым ше, Аружан екеуміз сол күні кешке үйге қайтып келді. Үйдің іші азынап тұрғандай сезілді. Ол төргі бөлмеге кіріп, бошқа тығылып отырып алды. Ол менен қорықты. Ол менің келесі қадамым не боларын білмей, үрей құшағында отырды. Мен ас үйге кірдім. Суып қалған шайды төгіп тастадым. Терезеден қараңғы далаға қарап ұзақ тұрдым. Менің ішімдегі дауыл басылған еді. Оның орнын ауыр, салқын бостық басты. Мен бөлмеге Аружанның қасына кірдім. Мен үнсіз тұрдым. Мен оның жылағанын бақыладым. Мен оның өтіріп өкінішін тыңдадым. Әке, кешірші мені. Мен олай ойламадым. Ол менің басымды айналдырды. Мен кінәлі емеспін деп жалынды ол. Оның даусы дірілдеп, екі қолымен бетін басып алған. Менің ішімде бірдеңе үзіліп кетті. Анасының бейнесі, оның бала күні, бәрі бір сәтте көз алдымнан ұшып жоғалды. Оның мына сөздері менің жүрегіме соңғы шегені қақты. Ол тіпті өз қылмысын мойындауға да батылы бармай, бар кінәні басқаға іліп отыр еді. Мен сені бәрінен де артық жақсы көрдім, дедім мен ауыр күрсініп. Сен менің жалғызым едің. Бірақ сен оңай жолды және сатқындықты таңдадың. Мен сені түрмеге жаппаймын. Мен сені заңға тапсырмаймын. Сенің жазаң одан да ауыр болады. Не істейсіз сонда, әке? Деп сұрады ол жасқа толы көздерімен маған жалтақтай қарап. Қалаға кет. Қалағаныңша өмір сүр. Бірақ бұдан бұлай менен саған көмекте ақша да жоқ. Өз бетіңмен өмір сүріп үйрен. Менің есігім сен үшін мәңгілікке жабық. Ол орнынан атып тұрды. Ол менің мұншалықты қатал болатынымды күтпеген еді. Ол мені кешіреді, бәрі бұрынғыдай болады деп үміттенген еді. Бірақ менің шешімім кесілген болатын. Мен бұрылып далаға шығып кеттім. Оның бөлмеде заттарын жинап, сөмкесінің сырмағын тартқан дауысы естілді. Оның дөңгелекті шабаданын сүйретіп ауладан шыққан үні құлағымда жаңғырыпты. Ол кетті. Ол бір жола кетті. Ол менің өміріммен өшті. Содан бері үйдегі жалғыздық нағыз сынаққа айналды. Күндіз шаруамен айналысамын, малға қараймын, өзімді жұмыспен алдаймын. Ал түнде қабырғалар мені қысып бара жатқандай болады. Ескі сағаттың үні, желдің уілі, еденнің сыфырлағаны бәрі маған менің жалғыз қалғанымды еске салады. Кейде дастархан басында шай ішіп отырып, байқаусызда екі кесе қойып қоятыным бар. Екінші кесе бос тұрады. Ол суып кетеді. Бұл суыған шай менің суыған үмітім еді. Мен талай түндерді ұйқысыз өткіздім. Менің қатем неде деп ойладым. Мен оған бәрін бердім. Бірақ ең бастысын, өз уақытымды, өз мейірімімді дұрыс бере алмаған шығармын. Бәлкім менің қатем осы болар. Бәлкім мен оған еңбектің қадірін үйретуді ұмытқан шығармын. Қыс түсті. Даланы аппақ қар жапты. Бұл қар менің көңілімдегі қара түнекті жауып тастай алмады. Ауланың қарын күліп жүріп, мен тоңып қалған қолдарымды үрлеймін. Ауыр күрекпен қар лақтырған сайын, ішімдегі шерде сыртқа шыққандай болады. Аяз бетімді қариды. Бірақ менің ішімдегі суықтық одан да қатты еді. Бір күні далада қатты боран соқты. Қорадағы малға жету мұң болды.
Көзіме ештеңе көрінбейді, жел адамды құлатып кете жаздайды. Аяғым қарға батып жүруден қалдым. Сол кезде менің жаныма түрегелді. Ол үнсіз ғана менің қолымдағы күректі алды да малға қарай жол аша бастады. Оның үстіндегі ескі күпәйкесі қардан аппақ болып кеткен. Оның да сақалына мұз қатқан. Бірақ ол тоқтамады. Ол менің байлығым үшін емес, менің жаным үшін, менің амандығым үшін шырылдап жүргендей көрінді. Мен оның кең арқасына қарап тұрып, бір үлкен шындықты ұқтым. Қан дегеніміз тек тамырда ағатын сұйықтық қана екен. Ал нағыз туыстық ол қиын сәтте жаныңнан табылатын адамгершілік екен. Нағыз отбасы ол сенің қаныңнан жаралғандар емес. Нағыз отбасы ол шындық ауыр тиген кезде жаныңда қалатындар екен. Көктем шыға мен қалаға бардым. Сол баяғы заңгерге кірдім. Бірақ бұл жолы менің жанымда Аружан да Азамат та жоқ еді. Мен жалғыз бардым. Кеңседегі қағаздың иісі, сияның иісі маған бұл жолы мүлде басқаша сезілді. Бұл әділдіктің иісі еді. Мен өзімнің соңғы өсиетнамамды жаздым. Менің барлық жерім, малым, қорам мен дүнием бәрі де менің көзім жұмылған соң төреге қалатын болды. Ол туралы білмейді. Мен оған айтқанда жоқпын. Ол әдеттегідей далада мал қайырып жүр. Оның мақсаты байлық емес, оның мақсаты адал еңбек. Бірақ менің көңілім енді тоқ. Менің еңбегім, менің маңдай теріммен жинаған дүнием таза, адал адамның қолында қалатынын мен анық білемін. Ол бұл жердің қадірін біледі. Ол әрбір малдың, әрбір шөптің бағасын түсінеді. Қазір мен төбе басына шығып, өз жеріме қараймын. Жел шашымды жылмалайды. Жусанның иісі әлі де сол күйі. Менің жүрегімде енді кекте ыза да жоқ. Тек терең түпсіз тыныштық бар. Мен өз борышымды өтедім. Мен әділдікті орнаттым. Аружаннан содан бері хабар жоқ. Мен оның қайда екенін, қалай өмір сүріп жатқанын іздемедім. Ол өз таңдауын жасады. Ал мен өз таңдауымды жасадым. Бұл өмірде әркім өз жүгін өзі көтереді. Менің жүгім осы кең дала мен менің ар-ожданым. Егер өз қаныңыздан жаралған балаңыз байлық үшін сіздің өміріңізді құрбан етпек болса, сіз оны кешіре алар ма едіңіз? Пікірге жазыңыз. Көктем өтті. Жаздың ыстық күндері артта қалды. Күздің салқын желі даланы қайтадан кезіп жүр. Уақыт тоқтаусыз алға жылжуда. Бірақ менің жүрегімдегі уақыт сол бір қасіретті күні тоқтап қалғандай еді. Мен үйдің ішінде жалғызмын. Күн сайын бір тірлік, бір әрекет. Еден сыфырлайды. Терезелер желмен бірге дірілдейді. Мен бұл дыбыстарға әбден үйреніп кеттім. Бір күні мен Аружанның бөлмесіне жақындадым. Ол кеткелі бері бұл есік ашылмаған еді. Мен тұтқаны ұстадым. Қолым сәл дірілдеді. Мен есікті аштым. Мен оның бөлмесіне кірдім. Мен ауыр үнсіздікті жұттым. Бөлменің іші тастай суық екен. Терезеден түскен күн сәулесі ауадағы шаң тозаңдарын жарықтандырып тұр. Оның сүйікті әтірінің иісі баяғыда ұшып кеткен. Оның орнын құрғақ, шаң басқан қаңыраған бостықтың иісі басқан. Мен оның төсегінің шетіне отырдым. Көз алдыма оның балалық шағы келді. Ол осы төсекте секіріп ойнайтын. Ол маған ертегі айтып берші деп жалынатын. Ол менің мойныма асылып еркелейтін. Қайда кетті сол кішкентай періштедей қыз? Оны бұл қатыгез әлем жұтып қойды ма, әлде мен оның жүрегін қорғай алмадым ба?
Men onun üstünün üstünde қалған ескі суретті қолыma алдым. Onda Мәдина үшеуміз тұрмыз. Аружанның шашына ақ бантик тағылған. Біз бақытты едік. Біз шынымен де бақытты едік. Бірақ ол кезде бізде мұндай үлкен байлық жоқ болатын. Біздің байлығымыз біздің отбасымыз еді. Біздің байлығымыз бір-бірімізге деген сенім еді. Ақша көбейген сайын сол сенімнің жоғала бастағанын мен неге байқамадым екен? Байлық адамның көзін байлайды деген рас екен ғой. Мен суретті орнына қойдым. Терең күрсіндім. Менің кеудемді жарық шыққан бұл күрсініс бүкіл бөлмені жаңғыртты. Ол менен кеткенде қаладағы өмірі жеңіл болады деп ойлады. Ол бәрі оп-оңай шешіледі деп сенді. Бірақ мен білемін, еңбексіз келген нанның дәмі татымайды. Мен оған ақша бермедім. Мен оған көмектеспедім. Мен оған өмірдің нағыз қатал бет бейнесін көрсетуді шештім. Бұл қатыгездік емес. Бұл әкенің соңғы сабағы. Кейде мен оны ойлаймын. Ол қазір қайда екен? Не ішіп, не жеп жүр екен? Суық пәтерде жалғыз өзі жылап отырмай екен. Бұл ойлар менің жанымды жегідей жей. Бірақ мен шегінбеймін. Егер мен оған қазір көмектессем, ол ешқашан өз қателігін түсінбейді. Ол мәңгілікке сол эгоист, сатқын күйінде қалады. Осындай өмірлік сабақтар, ата-ана мен бала арасындағы күрделі қатынастар туралы көбірек адам білу үшін осы бейнебаянды бөлісіп арнаға жазылуларыңызды сұраймын. Бұл тарих біреудің көзін ашар, біреуді қателіктен сақтар. Сіздің ойыңызша, ата-ананың шеккен тыс мейірімі баланы бұзама? Пікірге жазыңыз. Мен далаға шықтым. Күздің аспаны сұп-сұр. Жел құрғақ шөптерді жер бауырлатып ұшырып жатыр. Даланың иісі. Мен бұл иісті жақсы көремін. Онда жусанның, қураған жапырақтың және таза еңбектің иісі бар. Алыстан төренің қарасы көрінді. Ол ескі қораным шатырын жөндеп жатыр екен. Қолындағы балғасымен шегені ұрған дауысы ырғақпен естіледі. Тақ, бұл дыбыс маған өмірдің жалғасып жатқанын, еңбектің ешқашан тоқтамайтынын еске салды. Мен оған қарай жаяулатып бардым. Ол менің келгенімді көріп, жұмысын тоқтатты. Маңдайындағы терін жеңімен сөпті. Оның жүзінде шаршаң қылық бар, бірақ көздері әдеттегідей мейірімді әрі таза. Аман аға, келіп қалдыңыз ба? Деді ол балғасын шетке қойып. Шатырдың мына бұрышы шіріп кетіпті. Тыс келмей тұрып бүтіндеп тастайын деген едім. Дұрыс істегенсің, көре дедім мен оның жанына келіп. Қыстың көзі қырау. Бәрін алдын ала сайлап қойған жөн. Мен оның қолдарына қарадым. Оның қолдары менің қолдарым сияқты күстенген, жарылған темірдей қатты. Бұл дала адамның қолдары. Бұл нағыз еңбекқордың қолдары. Осындай қолдар ғана жердің берекесін сақтай алады. Азаматтың жұмсақ, аппақ қолдары бұл күректі, бұл балғаны ешқашан ұстай алмас еді. Оның қолдары тек біреудің дайын дүниесін жымқыруға ғана жаратылған болатын. Төре дедім мен кенеттен, оның көзіне тура қарап. Ау, аға, сен осы жылдар бойы маған адал қызмет еттің. Түн демей, күн демей еңбек еттің. Мен саған ешқашан үлкен алғыс айтпаған екенмін. Мен сені тек жұмысшы ретінде көрдім. Бірақ сен маған бауырымдай, туған баламдай болып кеттің. Төренің жүзі қызарып кетті. Ол мақтауды сүймейтін, қарапайым жан еді. Ол жерге қарап, афырын ғана жымиды. Қойсаңызшы, аман аға. Бұл менің міндетім ғой. Сіз маған пана болдыңыз, нан бердіңіз.
Одан артық маған не керек? Деді ол қарапайымдылықпен. Міне нағыз адамдық. Ол менен ештеңе сұрамайды. Ол менің байлығыма көз алартпайды. Ол тек өз ісін адал атқарады. Мен ішімнен сол қалада жазған өсиетнаманың қаншалықты дұрыс шешім болғанына тағы бір рет көз жеткіздім. Мен бұрылып үйге қарай жүрдім. Артымнан балғаның дауысы қайта естіле бастады. Тақ, менің жүрегімдегі үрей мен күмән бірте-бірте сейіліп бара жатты. Мен өзімді жеңіл сезіне бастадым. Мен күттім. Мен ұзақ күттім. Мен жанымның тынышталуын күттім. Және ол тыныштық маған келді. Мен енді терезенің алдында тұрып, жолға телмірмеймін. Мен шаңдатқан көлік көрсем, аружан келе жатыр екен деп елеңдемеймін. Мен оны күтуді тоқтаттым. Бұл қатыгездік пе? Мүмкін, бірақ өмірдің өзі қатыгез ғой. Адам өз қателігі үшін жауап беруі керек. Ол өзінің жастығына, ақымақтығына сеніп, мені өлімге қимақ болды. Ол менің қанымды ішіп, менің сүйегімнің үстіне өз бақытын құрмақ болды. Бұндай күнәні кешіру әлсіздік. Ал мен әлсіз емеспін. Кештері мен пештің жанына отырамын. Оттың лаулап жанғанына қараймын. От бәрін тазартады. Ол ескіні өртеп, жаңаға орын береді. Менің ішімдегі бұрынғы елестер де осы отпен бірге жанып кеткендей. Мен ескі домбырамды қолыма аламын. Бұрын оны тартуға уақытым болмайтын. Ылғи жұмыс, ылғи шаруа. Қазір уақыт жетерлік. Мен шанақты жаймен қағып, ескі күйлерді тартамын. Күйдің үні үлкен, бос үйде жаңғырады. Бұл күй менің өткен өмірімнің шежіресі іспетті. Онда қуанышта, қайғыда, өкініште бар. Бірақ ең бастысы, онда шындық бар. Адамның ғұмыры қысқа. Біз бұл жерге уақытша ғана қонақпыз. Мен жинаған байлық, менің отар қойым, кең жайлауым бәрі осы жерде қалады. Мен өзіммен бірге ештеңе алып кете алмаймын. Тек өзімнің ар-ұжданымды ғана кетемін. Сол ар-ұжданым маған дұрыс істедің дейді. Сен өз арыңды сақтап қалдың дейді. Ертеңгі күніне әкелерін кім білсін? Мүмкін жылдар өте ар-ұждан бәрін түсініп, алдыма жылап келер. Мүмкін ол өз қателігін мойындап, кешірім сұрар. Мен оны үйге кіргіземін бе? Мен оған қайтадан әке бола аламын ба? Бұл сұраққа менде қазір жауап жоқ. Жүрегімнің түбінде кішкентай ғана, көзге көрінбейтін бір үміт оты жануы мүмкін. Бірақ ол өте әлсіз. Мен оны үрлеп, маздатуға тырыспаймын. Уақыт бәрін өз орнына қояды. Әзірге мен осындамын. Өз жерімде, өз шаңырағымда. Менің айналамда кең дала, таза ауа және маған сенетін, мені сыйлайтын аз ғана, бірақ адал адамдар бар. Бұл да бір бақыт қой. Бұл да бір байлық қой. Уақыт ең ұлы емші дейді ғой. Бірақ уақыт емдемейді, ол тек жараның бетін қатырады. Жараның тыртығы бәрібір қалады. Ол тыртық жаңбыр жауар алдында немесе көңілін құлазыған сәттерде сырқырап ауырады. Сол оқиғадан бері арада 5 ұзақ жыл өтті. 5 рет қыс түсті, 5 рет көктем шықты. Менің шашымдағы қара түс мүлдем жоғалып, қу бас шалға айналдым. Бетімдегі әжімдер даланың жыра жылғаларындай тереңдей түсті. Менің қадамдарым бұрынғыдай ширақ емес, сәл баяулаған. Бірақ менің рухым, менің ішімдегі діңгегім бұрынғыдан да мықты бола түсті. Даланың заңы қатал. Мұнда әлсіздерге орын жоқ. Мен осы даланың мінезін бойыма сіңірген адаммын.
Қар жауса да, боран соқса да, аптап ыстық күйдірсе де, мен өз орнымда тұрмын. Менің шаруашылығым өркендеп келеді. Төре қазір тек малшы емес, менің оң қолым шаруашылықтың басқарушысы болды. Ол менің әрбір сөзімді көзіңнен ұғады. Біз екеуміз кешке қарай дастархан басында шай ішіп, үнсіз ұзақ отырамыз. Бізге сөздің де қажеті жоқ. Бірақ менің ішімдегі бір түкпірде үнемі бір үрей, бір сағыныш жататын. Ол Аружан, ол туралы 5 жыл бойы ешқандай хабар болмады. Тіпті оның тірі не өлі екенін де білмедім. Кейде түнде оянып кетіп, оны ойлайтынмын. Ол аш жүрген жоқ па екен? Тоңып қалған жоқ па екен деген ойлар мазамды алатын. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен оның бір бергі беруін күттім. Бір күні қаңтардың сақылдаған сары аязында біздің аулаға бейтамыз көлік келіп тоқтады. Бұл ауданнан келетін пошташы еді. Ол қалың тонның жағасын көтеріп алған, қолында шағын ғана қорабы бар. Мен оны көру үшін далаға шықтым. Аяз бетімді қарып түсті. Қар аяғымның астында сықырлап жатыр. Аман аға, сізге қаладан сәлемдеме келді, деп айғайлады ол алыстан. Менің жүрегім қатты соғып кетті. Кімнен болуы мүмкін? Маған ешкім ештеңе жібермейтін еді. Мен қорапты алдым. Ол жеп-жеңіл екен. Сыртындағы қағазға менің атым жазылған, бірақ жіберушінің аты көрсетілмепті. Қолтаңба таныс. Жүрегім атқақтап, кеудеме сыймай бара жатты. Бұл оның қолтаңбасы еді. Бұл менің қызымның жазуы еді. Мен үйге кірдім. Қорапты үстелдің үстіне қойдым. Төре сыртта жүрген, үйде жалғыз өзім қалдым. Пештегі оттың тартылған үні ғана естіледі. Мен қорапқа ұзақ қарап тұрдым. Ішінде не бар екенін білуге асыққаныммен ашуға батылым бармай тұрды. Ақыры қолыма пышақ алып, қораптың лентасын кестім. Мен аштым. Мен ақырын аштым. Мен қолым дірілдеп аштым. Қораптың ішінен қалың жүннен тоқылған жылы шұлық шықты. Қолдан тоқылған, сұр түсті шұлық. Оның жанында бүктелген ақ қағаз жатыр екен. Мен шұлықты қолыма алдым. Ол сондай жылы, сондай жұмсақ еді. Бұл байлық емес, бұл қымбат сыйлық емес. Бірақ бұл мен үшін дүниедегі ең бағалы заттай көрінді. Мен қағазды аштым. Көзілдірігімді тағып, хатты оқи бастадым. Әке, сәлеметсіз бе? Бұл хатты сіз оқисыз ба, жоқ па, білмеймін. Бірақ мен мұны жазуым керек болды. Мен сіздің алдыңызда ешқашан кешірілмес күнә жасадым. Мен байлықтың соңына түсіп, өз әкемді өлімге қидым. Сіз мені үйден қуып шыққанда, мен сізді жек көрдім. Мен сізді қатыгез, тас жүрек адам деп ойладым. Менің тамағыма өксік тығылды. Ол шындықты жазыпты. Ол өз қателігін түсініпті. Қалаға келгенде менде ештеңе болмады. Ақшам тез таусылды. Азамат сотталды. Оның туыстары менен теріс айналды. Мен далада қалдым. Қыстың күні жылытатын үйім, жейтін наным болмаған кездер болды. Мен еден жудым. Мен наубайханада түн ішінде нан пісірдім. Менің қолдарым күстеніп, тырнақтарым сынды. Мені адамдар талай рет алдап кетті. Мен сонда ғана сіздің әрбір тиынды қандай бейнетпен тапқаныңызды түсіндім. Менің көзімнен бір тамшы жас үзіліп түсті. Бұл қуаныштың да, қайғының да жас емес еді. Бұл әкенің өз баласының қиналғанын сезінгендегі шарасыздығының жасы болатын.
Менің кішкентай қызым, менің еркем, еден жуып, аш құрсақ жүргенін елестету маған ауыр соққы болды. Әке, мен сізден ақша сұрамаймын. Мен сізден көмек сұрамаймын. Мен қазір өз күнімді өзім көріп жүрмін. Шағын бөлме жалдап тұрамын. Жұмысым бар. Мен тек сізден кешірім сұрағым келеді. Сіз маған ең ауыр, бірақ ең дұрыс сабақ бердіңіз. Егер сіз сол күні мені кешіріп, бәрін жауып тастағанда, мен ешқашан адам болмас едім. Мен сол баяғы сатқын, ашкөз күйінде қалар едім. Рахмет сізге, әке. Мені адам еткеніңіз үшін. Мына шұлықты өзім тоқыдым. Қыста аяғыңыз жылы жүрсінші. Қызыңыз Аружан. Мен хатты кеудеме бастым. Бөлменің ішіндегі ауа кенеттен тазарып, жеңілдеп қалғандай болды. Менің 5 жыл бойы арқалап жүрген ауыр тасым жерге құлады. Менің қызым тірі. Ол ғана емес, оның ішіндегі адамгершілік тірілген екен. Ол қателігін түсінген екен. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен жеңіс еді. Мен оған байлық бермедім, мен оған мұрагерлік бермедім. Мен оған одан да үлкен нәрсені, оның өз жанын қайтарып бердім. Ол қиындыққа төтеп берді. Ол сынбады. Менің қаным, менің тектім оның бойында бар екенін ол дәлелдеді. Сіздің өміріңізде жақыныңызға қаталдық танытып, кейін сол үшін өзіңіз қиналған кездеріңіз болды ма? Кейде жақын адамына жақсылық жасау үшін, оны қиындықпен бетпе-бет қалдыру керек пе? Осындай ауыр таңдаулар туралы көбірек адам ойлану үшін менің арнама жазылыңыздаршы. Біз бірге үлкен, ойлы қауымдастық құрамыз. Пікірге жазыңыз. Мен хатты қайта-қайта оқыдым. Оның әрбір әрпін, әрбір сөзін жаттап алдым. Мен сол күні кешке төреге бәрін айттым. Ол үнсіз тыңдап отырды да көзіне жас алды. Құдайға шүкір, аман аға. Бәрі дұрыс болған екен деді ол ақырын ғана. Біз сол түні көпке дейін ұйықтамадық. Мен шұлықты киіп алдым. Ол шынымен де өте жылы еді. Бұл шұлық менің аяғымды ғана емес, менің жанымды да жылытып тұрғандай сезілді. Азамат ше, ол туралы мен кейін естідім. Ол түрмеде жатыр. Оның мерзімі әлі ұзақ. Ол өзінің ашкөздігінің құлы болды. Ол оңай жолды іздеп, өз өмірін өз қолымен құртты. Байлық оған бақыт әкелмеді. Ол қазір темір тордың артында, 4 қабырғаға қамалып, өз күнәсімен жалғыз қалды. Бұл өмірде ештеңе жазасыз қалмайды екен. Әрбір жасалған қадам, әрбір айтылған сөз өз жаңғырығын табады. Азамат өз жазасын заңнан алса, Аружан өз жазасын өмірден алды. Бірақ Аружанның жазасы оны тазартты. Оны қайтадан адам қылды. Келесі күні мен қалаға баруға дайындалдым. Мен оны іздеп тапқым келді. Бірақ жолға шығар алдында тоқтап қалдым. Жоқ, мен бармауым керек. Егер мен қазір барсам, ол бәрі қайтадан орнына келді деп ойлауы мүмкін. Ол әлі де өз жолымен жүруі керек. Ол әлі де өз аяғына толықтыруы керек. Мен оның күресін бұзбауым қажет. Мен хатқа жауап жазбадым. Бірақ мен оның бар екенін, оның аман екенін білемін. Бұл маған жеткілікті еді. Күздің кеші. Мен үйдегі үлкен сандықты аштым. Оның ішінде менің ең қымбат заттарым сақтаулы. Мәдинаның орамалы, Аружанның бала күнгі киімдері, менің әкемнен қалған ескір қамшы. Мен сол сандыққа Аружанның хатында салып қойдым. Бұл хат менің өмірімнің соңғы парағы сияқты. Ол маған тыныштық сыйлады. Мен төрені қасыма шақырдым.
Biz aulada жұлдызды аспанның астында отырдық. Даланың түнгі ауасы сондай мөлдір, сондай таза. Төре дедім мен аспанға қарап. Сен білесің бе, адамның нағыз байлығы неде? Ол маған қарап ойланып қалды. Жерде шығар, аға. Малда шығар. Еңбекте шығар, деді ол сенімсіз дауыспен. Мен басымды шайқадым. Жоқ, бауырым. Адамның нағыз байлығы оның ар-ұжданында. Адамның нағыз байлығы түнде ұйықтауға жатқанда ешкімге қарыз емес екенін, ешкімнің ала жібін аттамағанын біліп тыныш ұйықтауында. Қалғанның бәрі бос қиял, қолдың кірі. Төре менің сөзімді үнсіз құптады. Ол түсінді. Ол осы заңдылықпен өмір сүріп жатқан адам ғой. Ол менің байлығыма ешқашан қызыққан емес. Бірақ менің байлығымның, менің барлық мұрамның иесі сол екенін ол әлі білмейді. Мен бұл сырды өзіңмен бірге қабірге алып кетемін. Мен өлген соң заңгер келіп, бәрін оған түсіндіреді. Ол кезде мен бұл дүниеде болмаймын. Бірақ менің рухым, менің жерім өз адамын тапқанына қуанып көкте тыныш табады. Бұл менің өмірім. Бұл менің тарихым. Мен қазақтың кең даласында тудым. Осы далада тер төктім. Осы далада өз перзентінің сатқындығын көрдім. Бірақ мен сынбадым. Мен кектенбедім. Мен тек әділдікті орнаттым. Мен енді өлімнен қорықпаймын. Менің уақытым таяп қалғанын сеземін. Бірақ менің артымда қалатын іс таза. Менің жерім адал болды. Менің қызым қайтадан адам болды. Менің мақсатым орындалды. Біздің қоғам қазір байлыққа, ақшаға құнығып кетті. Жастар тез байығысы келеді. Олар еңбектің қадірін білмейді. Олар бір-бірін, тіпті туған ата-анасын сол қағаз үшін сатуға дайын. Бірақ олар түсінбейді. Ақша сенің жаныңды жылытпайды. Ақша сенің қателігіңді жумайды. Ақша ол тек сына. Құдай адамды кедейлікпен де, байлықпен де сынайды. Бірақ байлықпен сынау әлдеқайда ауыр. Сол сынақта менің қызым сүрініп барып зорға тұрды. Құрметті көрермендер, менің тарихым осымен аяқталды. Мен сіздерге өз жүрегімді аштым. Мен өз жарамды көрсеттім. Бұл ертегі емес, бұл өмірдің ащы шындығы. Біз балаларымызға бәрін дайын күйінде беруге тырысамыз. Біз оларды қиындықтан қорғаймыз деп, олардың бойындағы адамгершілікті өлтіріп аламыз. Біз оларға қалай өмір сүруді емес, қалай тұтынуды үйретеміз. Бұл біздің үлкендердің ең үлкен қателігі. Мен өз қателігімді түзеу үшін өте ауыр баға төледім. Мен өз қызымды өлімнің аузынан алып қалдым, бірақ оны өз өмірімнен өшірдім. Бұл таңдау маған қаншалықты ауыр тигенін тек бір Құдай біледі. Бірақ мен басқаша істей алмас едім. Қазір терезенің алдында тұрмын. Далаға түн түсіп келеді. Алыстан қасқырдың ұлыған дауысы естіледі. Ол да жалғыз. Мен де жалғызбын. Бірақ біздің жалғыздығымызда үлкен күш бар. Бұл шындықтың, адалдықтың күші. Менің өмірім осы даламен үндес. Қысы қатты, жазы ыстық. Бірақ көктемі әрқашан үміт сыйлайды. Мен өз көктемімді күттім. Мен өз үмітімді таптым. Аружанның сол бір жапырақ хаты менің өмірімнің соңғы көктемі болды. Мен енді тыныш ұйықтай аламын. Менің борышым өтелді. Қыстың түні Қазақ даласында ерекше ауыр, ерекше ұзақ болады. Аспан түнеріп, жұлдыздар да бұлт артына жасырынған кезде адам өзінің ойымен, өзінің өткенімен оңаша қалады.
Мен пештің жанында отырмын. Оттым шоғы қызарып, бөлменің ішіне әлсіз, жылы жарық түсіреді. Отқа қарап отырып, мен өз ғұмырымның беттерін қайта ақтарғандай боламын. Мен осы үйдің іргетасын өз қолыммен қалағанмын. Жас кезімде таң атқаннан күн батқанша кірпіш құйып, балшық илеп, осы шаңырақты көтердім. Әрбір шегені қаққан сайын, бұл үйде менің ұрпағым өседі, бұл жерде күлкі мен қуаныш болады деп армандадым. Бірақ өмірдің өз заңы, өз қалауы бар екен. Қазір бұл үлкен үйде тек ескі сағаттың тықылдаған үніме менің ауыр күрсінісім ғана қалды. Байлық деген не өзі? Мен осы сұрақты өзіме жиі қоямын. Кезінде мен 1,5 қоймен бастаған едім. Содан кейін отар мал жинадым. Жерімнің шетіне көз жетпейтіндей дәрежеге жеттім. Мен мұның бәрін қызым үшін, Аружан үшін жасадым деп ойлайтынмын. Ол ештеңеден таршылық көрмесін, оның өмірі менікіндей бейнетке толы болмасын дедім. Бірақ мен үлкен қателік жібердім. Мен оған дайын дүниенің дәмін татырдым. Мен оған еңбектің ащы терін сезінуге мүмкіндік бермедім. Дайын нәрсе адамды бұзады. Желге терлемей тапқан ақша желмен бірге ұшып кетеді. Ол ақша адамның жанын құрғатып, мейірімін сорып алады. Менің қызым сол құрғақшылықтың құрбаны болды. Азамат сияқты арам пиғылды адамның сөзіне еріп, әкесінің өмірін саудаға салуға дейін барды. Менің көз алдымнан сол бір сұмдық түн, төренің маған ұялы телефонынан естірткен жазбасы әлі кетер емес. Олардың сыбырлап сөйлескен дауыстары, күлкілері, менің көлігімнің тежегішін қалай қиятындарын жоспарлаған сөздері. Бұл сөздер менің жүрегіме қанжар болып қадалды. Мен сол кезде өліп қалғандай болдым. Менің тәнім тірі болғанымен жаным сол түні үзіліп түсті. Бірақ мен берілмедім. Мен құламадым. Мен оларға лайықты жауап қайтардым. Көп адамдар менен сұрауы мүмкін. Аман, сен неге оларды кешірмедің? Неге түсіндіріп, ақылмен шешпедің деп? Жоқ, ақылмен шешетін уақыт баяғыда өтіп кеткен еді. Сөзбен түсіндіретін шекарадан олар аттап кеткен болатын. Олар менің өміріме қастық қылды. Ал өмірге қастық қылған адамға тек сөзбен сабақ бере алмайсың. Оларға іспен, қаталдықпен, өмірдің өз заңымен жауап беру керек еді. Мен тежегішті толық емес, жартылай жұмыс істейтіндей етіп жасауды бұйырдым. Мен азаматтың қанына ортақ болғым келмеді. Ол өлмеуі керек еді. Ол тек өлімнің салқын демін сезінуі тиіс болатын. Ол көлікпен жарға құлағанда, оның сол бірнеше секундтағы үрейінмен жақсы түсінемін. Ол сол сәтте өзінің кім екенін, қандай бейшара екенін толық ұқты. Оның жазасы сол үреймен бетпе-бет келуі болды. Одан кейін темір тор, заңның қатаң жазасы. Ал Аружан ше, оның жазасы одан да ауыр еді. Оның жазасы барлық байлықтан, әкенің қамқорлығынан, жылы ясынан айырылып, суық көшеде жалғыз қалу. Ол өмірдің нағыз жүзін көрді. Ол аштықты, тоңуды, адамдардың қатыгездігін сезінді. Және ең бастысы ол хат жазды. Ол маған жіберген сол бір жүн шұлық менің бүкіл байлығымнан да қымбат еді. Ол шұлықта оның көз жасы, оның өкініші, оның маңдай тері бар болатын. Мен оны кешірдім. Мен оны шын жүрегіммен кешірдім. Мен оның хатын оқыған күні, сол жүн шұлықты қолыма алған күні оны толықтай кешірдім. Бірақ мен оны үйге шақырмадым. Мен оны шақырмаймын да. Сіздің ойыңызша, адам өзгере ала ма? Әлде тек қиындық қана оның шынайы бет-бейнесін аша ма? Адамды бір жола өзгерту үшін қандай соққы қажет? Пікірге жазыңыз.
Өйткені, егер мен оны қазір шақырсам, оның осы қиындықпен тапқан адамгершілігі қайтадан әлсіреуі мүмкін. Ол өзінің жолын өзі жүріп өтуі керек. Ол өзінің отбасын құрып, өз балаларын дүниеге әкелгенде ғана мені толық түсінетін болады. Баласы ауырып, түнімен ұйықтамай шыққанда, немесе баласының бір ауыз қатты сөзі жүрегіне тигенде, сол кезде ол менің не сезінгенімді өз терісімен сезеді. Оған дейін оған менің көмегім қажет емес. Оған менің қашықтан тілеген дұғам ғана керек. Кеше төре екеуміз мал қораға бардық. Жаңа туған қозылар маңырап енесін іздеп жүр. Қораның іші жылы, бу бұрқырайды. Төре бір әлсіз қозыны қолына алып, үрлеп жылтып тұр екен. Оның қолдары дөрекі болғанымен, қимылдары сондай нәзік, сондай қамқор. Қарамшы, аман аға, деді ол күлімсіреп. Биыл төл жақсы. Бәрі аман есен. Жер көктесе, бұлар да тез жетіліп кетеді. Мен оның жүзіне қарадым. Оның көзінде ешқандай қулық, ешқандай жасандылық жоқ. Ол тек осы малдың, осы жердің амандығын тілеп тұр. Төре, дедім мен оған жақындап. Сен осы жерді жақсы көресің бе? Ол маған таңдана қарады. Әрине, аға. Бұл менің туған жерім ғой. Менің бүкіл өмірім осы даламен, осы еңбекпен байланысты. Мен бұдан басқа өмірді білмеймін де, қаламаймын да. Олай болса, бұл жер саған әрқашан пана болады, деді мен мағыналы үнмен. Ол менің сөзімнің астарын толық түсінген жоқ. Ол тек жымиып, басын изеді де, жұмысын жалғастыра берді. Ал мен ішімнен тағы бір рет өзімнің дұрыс шешім қабылдағаныма көз жеткіздім. Менің дүнием, менің еңбегім осы төре сияқты жердің қадірін білетін, малдың жайын түсінетін адамға бұйыруы тиіс. Заңгерде жатқан қағаз сол шешімнің кепілі. Мен өлген күні бұл шаруашылық тоқтап қалмайды. Бұл қорадағы мал далада қалмайды. Бұл үйдің оты сөнбейді. Төре бұл шаңырақты ұстап қалады. Мен өзімді қатты шаршағандай сезінемін. Денемде ауру жоқ, бірақ жаным шаршады. Көпті көрген, көпті өткерген жаным тыныштықты қалайды. Мен далаға шығып, кең тыныс аламын. Қыстың аязды ауасы өкпемді қарып өтеді, бірақ бұл маған күш береді. Менің ғұмырым осы қазақ даласының бір бөлшегі сияқты. Көктемде гүлдедім, жазда жайқалдым, күзде жемісімді бердім. Ал қазір менің қысым келді. Бірақ бұл қыстан қорқудың қажеті жоқ. Қыс ол өлім емес, ол демалыс. Жерде демалады, адамда демалады. Менің демалатын уақытым жақындап қалды. Мен ештеңеге өкінбеймін. Менің өмірім қиын болды, бейнетке толы болды. Бірақ мен ар ожданымды сатқан жоқпын. Мен өзімнің қанымнан жаралған бала болса да сатқындыққа көз жұмбадым. Мен шындықтың жағында қалдым. Әділдік үшін өз баламды жазалау бұл дүниедегі ең ауыр жүк екен. Мен сол жүкті арқаладым. Және оны аяғына дейін алып шықтым. Кейде жел соққанда маған Аружанның бала күнгі күлкісі естілгендей болады. Мен көзімді жұмып, сол күлкіні тыңдаймын. Мен оны еден жуып, жүдеп жүрген бейшара қыз ретінде емес, сол баяғы жарқыраған кішкентай періште ретінде есте сақтап қалғым келеді. Оның қазіргі өмірі, оның өз күресі. Ол сол күрестен жеңіп шығатынына мен сенемін. Ол менің қызым ғой. Оның қанында менің қайсарым бар. Менің жүрегім тыныш. Дала қандай тыныш болса, менің ішімде сондай тыныш. Мен барлық қарызымды өтедім. Менің артымда қалатын мұра ол алтын емес, ақша емес. Менің мұрам ол шындық, еңбек және кешірім. Мен күттім.
Мен ұзақ күттім. Мен өз тыныштығымды күттім. Және мен оны таптым. Көктемнің алғашқы күндері басталды. Қар ери бастаған шақ. Даланың төсінен көтерілген бұл ауаны ерекше бір тазалыққа, ылғалға толтырады. Қар астынан қылтиып шыққан жауқазынның қара жердің бусанған иісі бөлменің терезесін ашқан кезде ішке лап етіп кіреді. Бұл тіршіліктің иісі. Бұл жаңа өмірдің басталуы. Мен таңсәрден тұрып аулаға шықтым. Аспан мөп-мөлдір. Күннің нұры әлі суық, бірақ көңілді жылытады. Терең демалдым. Кеудемдегі көптен бері басып тұрған ауыр тас мүлдем жоғалған. Мен өзімді қайта туғандай жеңіл сезіндім. Осыншама жылдан кейін менің жаным алғаш рет нағыз тыныштықты тапты. Уақыт қатал төреші. Ол ешкімді аямайды, ешкімді күтпейді. Біз бұл өмірге жылап келеміз, кетерде басқаларды жылатып кетеміз. Бірақ менің артымнан жылайтын адам бар ма? Менің өлімім кімге қайғы, кімге қуаныш әкеледі? Бұл сұрақтар мені бұрын қатты мазалайтын. Түн ұйқымды төрт бөлетін. Ал қазір маған бәрібір. Мен өз борышымды өтедім. Мен әкенің де, адамның да міндетін толық атқардым. Мен сарайдың жанына бардым. Төре ашамен шөп тастап жатыр екен. Жылқылар пысқырынып, жем шөпті қуана жеп жатыр. Малдың күйіс қайтарған дыбысы, олардың тұяғының жерді қазған үні, бұл менің өмірімнің ең сүйікті әуені. Бұл әуенде жалғандық жоқ. Бұл жерде бәрі табиғи, бәрі шынайы. Төре дедім мен оған жақындап. Бүгін күн ашық екен. Жылқыларды өріске, тау бөктеріне қарай айдап қайтайық. Малда ақасын кеңге салсын. Ол қолындағы ашасын жерге тіреп, маған күлімсірей қарады. Оның жүзінен шексіз құрметті, адалдықты көруге болады. Құп болады. Аман аға. Қазір аттарды ерттеп шығарайын. Сізге торы атты дайындайын ба? Деді ол дауысы жарқын шығып. Ия, торына әкел. Бүгін даланы бір аралап қайтайын дедім мен. Біз атқа міндік. Менің сүйектерім бұрынғыдай икемді емес. Үзеңгіге аяқ салғанда тізем сәл сырқырап ауырды. Бірақ ер тоқымға отырған сәтте бойыма қайтадан қуат біткендей болды. Жел бетімді сипап өтті. Мен тізгінді сәл тартып тауға қарай бет алдым. Біз қатарласып келе жаттық. Айналамыздағы ұлан ғайыр дала. Бұл дала менің тарихымды, менің көз жасымды, менің қуанышымды ішіне жұтып үнсіз жатыр. Мен осы жерде тудым, осы жерде өстім. Және осы жердің топырағына айналамын. Төре дедім мен үнсіздікті бұзып. Сен екеуміз көп жыл бірге еңбек еттік. Сен менің мінезімді де, осы шаруаның қыр-сырында беске білесің. Солай ғой, аға. Сіздің қасыңызда жүріп көп нәрсені үйрендім. Сіз маған әкедей болдыңыз деді ол шын көңілмен. Мен оған бұрылып қарадым. Оның жанарындағы тазалық менің жүрегімді елжіретті. Қан емес, жан туыстығы деген осы екен ғой. Адамның баласы оның қанынан жаралғанымен рухынан жаралмауы мүмкін екен. Ал төре менің рухымның жалғасы сияқты еді. Менің уақытым жақындап қалды. Бауырым дедім мен жайбарақат үнмен. Бұл сөзден қорқыныш емес, терең мойындау естіліп тұрды. Төренің жүзі бұзылып кетті. Ол атын кіл тоқтатып, маған шошына қарады. Олай демеңізші, аға. Сіз әлі мықтысыз. Бізбен бірге талай көктемді қарсы аласыз әлі. Деді ол даусы дірілдеп. Мен жай ғана жымидым.
Әр нәрсенің өз уақыты бар. Төре, мен бұл сөзді саған мұңайсын деп айтып тұрған жоқпын. Мен саған аманат еткім келеді. Мен жоқ болған күні осы шаңырақтың отын өшірме. Осы малдың, осы жердің киесін қашырма. Бұл жер саған аманат. Ол ештеңе түсінбеді. Ол тек менің жасым ұлғайып, көңілім босап тұр деп ойлады. Ол арнайы жазылған өсиетнама туралы, бүкіл дүниенің оған қалатыны туралы білмейтін. Және мен оны қазір айтпаймын да. Ол мұны менің көзім жұмылған соң ғана біледі. Бұл менің оған деген ең үлкен сыйым әрі ең ауыр аманатым болма. Сіз не айтсаңыз да бәрін орындаймын, аман аға. Бұл жер маған да ыстық. Бұл шаңырақ маған да қымбат, деді ол қолын кеудесіне қойып. Мен басымды изедім. Біз әрі қарай жүре бердік. Менің ішімдегі соңғы түйінде шешілгендей болды. Мен өз мұрамның сенімді қолда қалатынына көз жеткіздім. Түстен кейін мен үйге оралдым. Бөлмеме кіріп, ескі ағаш сандықты аштым. Оның ішінде Мәдинаның орамалы жатыр еді. Мен орамалды қолыма алып иіскедім. Одан әлі күнге дейін сол бір таныс, жылы иіс шығады. Мәдина деп сыбырладым мен. Мен бәрін дұрыс деген шығармын, иә. Мен біздің қызымызды сақтап қалдым. Оның тәнін емес, оның жанын сақтап қалдым. Ол қазір қиналады, бірақ ол адам болды. Мен сенің алдыңа барғанда ұялмай қарай алатын болдым. Мен кешірдім. Мен үнсіз кешірдім. Мен шын жүрегіммен кешірдім. Сол жын шұлықты аяғыма кидім. Ол сондай жылы. Бұл шұлық маған әлемдегі барлық алтыннан да қымбат еді. Мен Аружанды елестеттім. Ол қазір жұмыстан қайтып келе жатқан шығар. Автобуста шаршап отырған болар. Бірақ оның көздерінде енді аш көздік емес, өмірге деген шынайы көзқарас бар екеніне мен сенемін. Ол менің қаным ғой. Мен оған байлық бермедім, бірақ мен оған сынбайтын рух бердім. Рух ешбір ақшаға сатып алынбайтын жалғыз құндылық. Байлық. Адамдар байлық үшін бәріне дайын. Байлық үшін туысын сатады, досын алдайды, ата-анасының өмірін қияды. Бірақ олар сол қағаздың, сол темірдің артында не тұрғанын көрмейді. Байлық адамның көзін байлайды. Бірақ ақыр соңында бәріміздің көзімізді байлық емес, бір уыс топырақ қана жабады. Осыны түсінген адам ғана нағыз бақытқа жетеді. Күн батуға жақындады. Мен үйдің алдындағы ағаш орындыққа шығып отырдым. Далаға қызыл іңір түсіп келеді. Аспан қан қызыл түске боялған. Бұл көрініс сондай сұсты, әрі сондай ғажап еді. Жел сәл басылып, айналаға тыныштық орнады. Тек алыстан иттердің үргені мен қорадағы малдың дыбысы ғана естіледі. Менің өмірім осы күн сияқты. Ол жарқырап шықты, талай нәрсені қыздырды, талай дауылды бөрді. Ал қазір ол ұясына батып барады. Бірақ бұл соң емес. Ертең таңертең ол қайтадан шығады. Кек басқа күн болып, басқа адамдар үшін нұрын шашады. Біздің қоғам, біздің жастар қазір өте адасып жүр. Олар экрандағы жалған өмірге, оңай ақшаға қызығады. Олар ата-анасын жүгіретінде көреді. Олар да қарттар үйіне тапсырады, немесе менің қызым сияқты, олардың өлімін тілейді. Бұл біздің ұлтымыздың, біздің адамдығымыздың ең үлкен қасіреті. Бірақ мен сенемін. Мен үнсіз сенемін. Мен жақсылыққа сенемін. Адам баласы өз қателігінен сабақ алып, түбінде тазаруға ұмтылады. Менің тарихым соның бір дәлелі болсын. Мен өз жүрегімді жұлып алып сіздерге көрсеттім.
Менің қателігімді қайталамаңыздар. Балаларыңызға дайын ас бермеңіздер. Оларға еңбектің дәмін, адалдықтың құнын үйретіңіздер. Мен көзімді жұмдым. Даланың самал желі бетімнен сүйіп өтті. Менің жанымда ешқандай үрей, ешқандай өкініш қалмады. Менің жүрегім тыныш. Менің тарихым осымен тәмам. Мен өз сөзімді айттым. Ендігі кезек сіздерде, құрметті көрермен. Егер туған балаңыз дүние мүлік үшін сіздің өміріңізге қауіп төндірсе, немесе сізді қарттар үйіне тастап кетсе, сіз не істер едіңіз? Оны шын жүректен кешірер ме едіңіз, әлде мәңгілікке теріс айналар ма едіңіз? Пікірге жазыңыз. Мен бұл сұрақты сіздерге жайдан жай қойған жоқпын. Мен сіздердің жауаптарыңызды оқи алмайтын шығармын, бірақ бұл сұрақ әрқайсыңыздың жүректеріңізде жаңғырып тұрса екен деймін. Кешірім деген не өзі? Ол әлсіздік пе, әлде ұлы күш пе? Мен үшін кешірім өзіңді босату. Мен Аружанды кешіру арқылы оны ғана емес, өзімді де сол ауыр азаптан құтқардым. Қараңғылық қоюланып келеді. Аспанда алғашқы жұлдыздар жанды. Мен орындықта тапжылмай отырмын. Түнгі даланың салқын ауасы өкпемді тазартып жатқандай. Айнала сондай тыныш. Тек менің жүрегімнің соғысы ғана естіледі. Дұрыс. Бұл даланың да өз жүрегі бар. Ол да дәл осылай соғады. Біз бұл өмірге жалаңаш келеміз, жалаңаш кетеміз. Жер бетінде қаншама ғасырлар бойы адамдар өмір сүрді. Олар да байлық жинады, олар да соғысты, олар да жылады. Қазір солардың бәрі қайда? Олардың жинаған алтыны қайда? Бәрі жердің астында. Біз жердің иесі емеспіз. Жер біздің иеміз. Біз осы топырақтан жаралдық, осы топыраққа қайтамыз. Мен дайынмын. Мен кетуге дайынмын. Мен бәрін қалдырып кетуге дайынмын.